Сәлем достар, бүгінгі видеода қазақтың ұлттық тағамы көжені дайындайтын боламыз. Ең алдымен мен парақшама тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мен көжеге осындай тоң май пайдаланатын боламын. Ешқандай сұйық май қоспаймын. Ең алдымен тоң майымызды құрғақ қазанға салып, ертіп аламыз. Келесі кезекте пиязымызды майдалап тураймыз. Қазанға салып, қызарғанша қуырып аламыз. Ал енді сәбізімізді саламыз. Сіздер етті турап, қызарғанша етті салсаңыздар болады. Мен сәбізді салып қойыппын, бірақ ештеңке етпейді. Сәбізді осылай кубиктап турап, жалпы барлық қосатын сәбіз, картоп барлығын осылай кубиктап турап аласыздар. Қызарып тұрған пиязымыздың үстіне сәбізді салдық. Ал енді келесі кезекте етімізді тураймыз. Етімізді де кішірек етіп майдалап турап аламыз. Ал енді етімізді қазанға салып турамыз да, келесі кезекте сарымсақты тураймыз. Сарымсақты пресстен де өткізе салсаңыздар болады. Менде пресс болмағандықтан майдалап турап алдым. Жалпы сарымсақты көп тағамға қосуға тырысамын, себебі тамаққа ерекше дәм береді. Мұндай сарымсақтың кепкен түрлері де болады. Мен бірақ ол кепкен түрлерін ұнатпаймын, осындай свежий түрін пайдаланамын. Келесі кезекте қазанымызға сарымсақты да саламыз. Бәрін қосып кезекпен қуыра береміз. Қазанымыздың астын баяу басып қоямыз да. Келесі кезекте картопымызды тураймыз. Картопымызды да турап алдық. Қазанға салып, әдемілеп араластырамыз. Осындай кристаллик деген приправа болады, соны саламыз. Кішкене қара бұршымыздан салып жібереміз. Бір қасық томат саламыз, тұзымызды саламыз. Және де араластырып бір қуырып алғаннан кейін суымызды құямыз. Ал енді қамырына кірісеміз. Табағымызға ұнымызды саламыз, тұзымызды себеміз. Бір жұмыртқа шағамыз. Және жылы суымызды құйып, әдемі қамыр елеміз. Қамырымыз қатты да болмау керек,
Шли жұмсақ та болмау керек. Орташа етіп әдемі қамырлаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Міне бізде осындай қамыр шықты. Енді осы қамырымызды алып салафанға саламыз. Содан соң демалуға қойып қоясыздар. 5-10 минутқа. Тоңазытқышқа салсаңыздар да болады, болмаса жай столдың үстіне қойсаңыздар да болады. Міне біздің қамырымыз демін алды. Енді жаюға кірісеміз. Ұн себе отырып, кәдімгі еттің қамыры сияқты жаямыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыз шіле қалың да болмау керек, шіле жұқа да болмау керек. Бір келтетіп осындай әдемі бір тегіс қамыр жайып алдық. Енді осы қамырымыздың арасына ұн сеуіп аламыз. Ұн себетініміздің себебі қамырымызды турған кезде арасына бір-біріне қамыр жабысып қалмау үшін себеміз. Екі бөлікке бөлдік, бір бөлігін турап алдым. Енді қазір сіздерге екінші бөлігін турап көрсетемін. Осылай орап аламыз қамырды. Өздеріңізге ыңғайлы етіп. Міне осындай. Астына доскамызды қойып қоямыз да, өткір пышақпен жұп-жұқа етіп турап шығамыз. Міне бізде осындай қамыр шығады. Міндетті түрде жұқа етіп тұраңыздар, дәл осындай етіп. Біздің сорпамыз қайнап жатыр. Қазір енді осы туралған қамырды сорпаға салатын боламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай
осындай әдемі қамырымыз шықты. Құрамында жұмыртқа болғаннан кейін ол сорпаға салған соң езілмейді. Міне осылай сорпаға саламыз да қасықпен қозғап жібереміз, жабысып қалмас үшін. 15 минуттай баяу отта пісетін болады. Міне біздің көжеміз дайын болды. Өте дәмді шыққан. Өздеріңіз қалағанша сәндесеңіздер болады. Әдемілігі үшін. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді тағам. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Видеома лайк қойыңыздар, қолдап жіберіңіздер. Рахмет, ас болсын, сау болыңыздар.